Бұлай биліксіздер ұзақ ұстап тұра алмайсыңдар. Бұлай тұра бермейді. Халық деген ұлы күш, халық деген олар жойқын күш. Халық қазір оянған, қазақтың көзі ашық, қазақ мақұлық емес. Қазақ бір сәтті ғана күтіп отыр, сондықтан да билік қателікті жібере бермеңдер. Бұл бүйтіп күшпен басып тұра беретін ол мүмкін нәрсе емес бұл. Ұлы күшті айналдырған 100 шақты ұры, 162 ұры бүкіл саусақтарын тығып тұрып та бақайлармен басып ұстап тұра алмайды. Бұл қазақ деген ұлы күш, халық деген. Халық оянған, халық өзінікін талап етіп жатыр. Сондықтан да халықпен санасып бірге жұмыс істеңдер. Анау АЭС деген әңгімені айтпаңдар. Саяси қуғын-сүргін құрбандарына, тұтқындарға бостандық беріңдер. Маралдыны халқының тыңдаңдар, Жетібайға құлақ түріңдер. Сол кезде сендер мен халық бір жақта болады. Бір арнаға түсіңдер халықпен. Билік қуа бермейді. Қазақ ұлы империя болады деп видео жібердім ғой. Соған бәрі қуанып жатыр. Бірақ бір 10% қазақ мәңгүрттер, шала қазақтар қарсы шығып жатыр. Олар айтады, Қытай керемет ел, орыс керемет ел, қазақ біткен ел, қазақ империя болмайды, қазақтың армиясы жоқ, қазақ қорқақ деп. Мен айтам, осы мәңгүрт шала қазақтардан көретін болды, көресің. Болатын елдің баласы бірін-бірі батыр дейді, болмайтын елдің баласы бірін-бірі қатын дейді деп. Өздерін өз қатын санап отырған осылардан құтылмай, бізге көтерілу жоқ. Бізге қазаққа көтерілуге кедергі келтіріп отырған осылар. Ана бір жағынан бұларға жаным ашиды. Кез келген отаршы халық не істейді отарлағында? Англияда сол істеген, орыста да соны істеді. Ең бірінші бас көтеретін тектілерді құртады. Мына жаңағы Кенесары батыр бар, Кейкі батыр бар, сол сияқты мыңдаған батырды қырып салды ғой. Ол кезде мылтық жоқ, олар мылтықтың күшімен, зеңбіректің күшімен. Одан кейін мына алаштың жігіттерінің бәрін қырып салды. Ататын атты, асатын асты, қамайтын қамады. Одан кейін ашаршылық істеді. Одан миллиондап өлтірді. Содан кейін не істеді? Тілден айырды. Тілден айырылған ел болмайтын білді. Одан кейін не істеді? Тарихтан айырды. Сендер қойдың артын еріп жүрген қойсыңдар, малсыңдар, баран егі деп. Сендердің қолдарынан түк келген жоқ. Біз жазуды, сызуды үйреттік сендерге. Біз сендерге үй салуды үйреттік, егін салуды үйреттік, түрегеп тұрып күшетуді үйреттік деп. Соған нені айтты ғой. Соған мына тектілердің бәрі қырылып қалды. Қалған ынжық, мәңгүрттер, бірен саран тектілер болмаса сенді осыған. Ақыры олар не істеді? Олар орысты құдайдай көре бастады. Оларды зор санады, қазақты қор санады. Өзінің қазағына өзі менсінбейтін болды. Қазір сен оларға орыс туралы, Путин туралы бір жаман сөз айтшы, орыс тілі туралы. Орнынан атып тұрып әкесін қорғағандай қорғайды. Өзінің қатын үйтіп ол қорғамайды, жанұясын үйтіп қорғамайды. Өйткені олар құлдық сана. Құлдық санаға ол ұл ғой. Соған уланған олар. Бірақ жарайды, біз тарихымызды білмейміз. Құдайға шүкір, шетелі бар. Шетелді мемлекеттерінде барлық сақтарып тұр. Біз білмейміз, олар біледі. Библиотекасы бар, архивтері бар, тарихтары бар, олар біліп отыр. Гундардың кім екенін, сақтардың кім екенін, Алтын Орданың ұрпақтары кім екенін, біз екенімізді біліп отыр олар. Ешқандай дау жоқ деді оған. Тек біз ғана білмейміз. Біздің сана-сезімімізді құрып тастаған, тарихымызды құрып тастаған, дінімізді құрып тастаған, оқып отырған алфавитімізді 3 рет ауыстырып тастаған. Сол үшін өзімізді 3-ке бөліп тастаған. Жартысы қазақтың Россияда, жартысы Қытайда, жартысы Монғолияда. Не үшін соның бәрін істеп жатыр? Ол ана тарихты құрту үшін. Ақыры ана Шыңғысхан сендердің аталарың емес, Әмір Темір сендердің аталарың емес, ол анау Монғолияның деп. Монғолдар 10-шы ғасырда мүлдем болмаған мемлекет ол. Біздің таза ата-бабаларымыз олар. Сол үшін олар қорқты бізден. Ұлы текті халық деп. Ана Екатерина қатын патша орысын сол үшін айтты. Бұлар егер өздерінің тарихтарын білетін болса, ертең бүкіл дүние жүзін жаулап алады, рухтары көтереді бұлардың деп. Қазір қазақтың қалған құтқан тектілері бас көтерді. Қазір тектілер, қазақтың тектілері жолбарысша жоқынып жатыр. Тарихтың бәрін қопарып жатыр, әкеп жатыр, көрсетіп жатыр карталардың бәрін. Біз гундардың ұрпағымыз, дүние жүзін тірілеткен. Біз Алтын Орданың ұрпағымыз, кешегі орысты 300 жыл басқарған. Оның бәрін қазір бізге миымызға құйып жатыр. Сол әкеліп жатқан текті жігіттер тыңдауымыз керек. Біз болашақта боламыз.
нағыз ұлы империя болашақта келе жатыр мына қазақ елі деген. Іштерің күйсе де осы, күймесе де осы. Мәңгүрттер, не естерін жинайсыңдар, не біз сендерден құтыламыз. Қазақ ұлы империя болады болашақта.